Сәлеметсіңдер ме балалар? 51-ші сабақ табиғат және адам. Лепті сөйлем. Адамның көңіл күйін, сезімін білдіретін сөйлемді лепті сөйлем деп атайды. Олар көтеріңкі дауыспен айтылады. Лепті сөйлемнен соң леп белгісі қойылады. Екінші тапсырманы жазбаша орындаймыз. Суретті бір сөзбен қалай атауға болады? Иә, суретті табиғат және адам деп атауға болады екен. Көп нүктенің орнына қандай суреттер керек? Жәндіктер суретін қоюға болады. Құстар суреті, немесе күн суретін қоюға болады екен. Көп нүктенің орнына қажеттілерін өзің тауып қойып, төмендегі үлгі бойынша сөйлем құрап жаз. Мысалы, қандай әдемі гүл? Мына пілдің үлкенін ай. Балалар, 4-ші жаттығуды өлеңді көшіріп жазасыңыздар. 5-ші тапсырмада өзің 2-3 лепті сөйлем құрап жазып көр. Сабақ аяқталды, сау болыңдар.